цезарь салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге капуста айсберг қажет. Немесе пекинский капуста қолдансаңыз да болады. Сыр пармезан немесе кез келген твердый сыр қажет, яғни қатты сыр. Соус цезарь қажет. Немесе соус цезарды қолдан жасасаңыз болады. Және де сухари қажет. Сухариді мен қолдан жасадым. Помидоры чили қажет, оны біз 4 бөлікке бөлдік. Және де жұмыртқа қалауыңызша 2 жұмыртқаны қайнатып 4 бөлікке бөлдім. Және де қайнатылған тауық еті немесе копченый тауық еті қажет. Екеуімен де жасап көріңіз, міндетті түрде екеуі де өте дәмді болады. Бірінші біз капустамызды ыдысымызға бөлшектеп турап салып аламыз. Мінекей осылай капусталарымызды алып қолмен бөлшектеп бөлетін боламыз. Соусымызды құямыз. Енді біз тауық етін саламыз. Біздің сухариктерімізді саламыз. Помидорымыздан аздап алып қалған көп бөлшегін саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Соусты өзіңіздің қалауыңызша аз, көп етіп салсаңыз болады. Араластырып болдық. Енді үстіңгі бетіне біздің помидор чириларымызды орналастырамыз. Және жұмыртқаларымызды саламыз. Үстіне аздап сухариларымызды саламыз. Енді біздің твердый сырымызды себеміз. Мінекей біздің цезарь салатымыз дайын болды. Біз үлкен бір ыдысқа жасадық. Сіз өз қалауыңызша кіші тәрелкелерге бірнеше бөлшекке бөліп жасасаңыз болады. Міндетті түрде жасаңыздар. Өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын.